Бір әңгіме. Бисмиллахиррахманиррахим. Көрші ауылда кішкене сәбиден бастап үлкен кәріге дейін қарайтын емші әйел бар тұғын. Көктемнің қара суығы, қиын. Егер сол мезетте жыл оранып үлгермесең, солайша ойнақтап жүріп, бізге де қатты суық тигенді. Біз қазақ қашанда дәрігердің қызметін пайдаланбай, алда-жалда тосыннан басы ауырып, былтырсыздай қалған кезде беделді бақсы балгермен тәлімі мол тәуіптер көмегіне жүгініп, олардан ем-дом қабылдаймыз. Сонан енді апам, қой мына жағдайың жарамас, деп арқасына салып әлгі емші әйелге апаруды жөн көрді. 10-12 үйден тұратын ол ауылды қазір есейгеннен кейін жатсынамын. Әйтпесе сол маңайда жан құрдасымызбен бір балғын балалық шақты да өткеріп едік. Құдай-ау, қайда сол жылдар. Ұзақ шақырым жолды артқа тастағаннан кейін апам екеуміз сәл ентігімізді басып, алғанымыз жөндеп жасыл теректің түбіне жақындадық. Түс ауған шақ еді. Айнала тым-тырыс. Күннің нұры төгілгенімен желде гуілін тоқтатар емес. Баяу жылжып жатқан бұлттарға қарап отырып, байқаусыздан ойдың теңізіне шомып кетіппін. Сондағы бар ой, ауру келмей денсаулықтың қадірін білмедім. Бар сай сүйектерім сырқырап барады. Емші апай қандай ем жүргізер екен? Теріс тұға беріп жүрмесін. Тәйт, қара ниетті білістің санамды улауынан бетар мен. Ойға шомып кеткенімді сырттай бақылап отырған апам, қалқатай, сөмкеңнен салқын сыбап берші, 200-ім ысып барады, деді. Мен жалт еттім. Жолға деп алған тассай суымды алып, апамның алақанына қойдым. Апау, реңіңіз қашып барады. Мен емдетуге барғанда сіз емдетіп жүрмелік, ентігіп алған секілдіміз. Тұрайық, дедім. Жайқалған жасыл шөптермен жұпар иісті гүлдерге тамсанып келе жатқанымызда көкжиектен көрші ауыл көрінді. Бір қадам алдыға жылжи берген сайын қызғылт сары шатырлары бар үйлер байқалып, көз алдымнан алаңсыз балалық шағымның сәттері жүгіріп өтті. Біздің ауылдай тыныш емес, әйтеуір күндік өмірі күбірткедей кеміргіп, күйбең тіршілікке кіріскен үлкенді кіші. Асыр салып ойнап жүрген көшедегі бір топ балалардан дем салатын апайдың адырын сұрастырдық. Желі шығып кеткен кішкентай сары добын қолымен құшақтап, мөлт-мөлт еткен көздерімен біресе бізге, біресе жолға қараған сарбала, солай шапам екеумізді қызыл қақпасы бар үйге әкелді. Қош иісті, гүлзарларға толы есік алдын көргенде сенбестен таңырқап қалыппын. Апам да, шіркін, мына сұлулыққа қарасаңшы, бағына қарап баптайтыны қандай адам екен білуге болады деп қалжыңдасып қоя берді. Таңыртқатқан сұлулықты көрсемде емшінің бөлмесін аяқ басуға жүрексіндім. Онымен қоса бірінші болып келген біз еместі. Тек жарты сағаттан соң ғана арғы бөлмеден кел кір деген дауыс шықты. Апамды күту бөлмесінде қалдырып, өзім әлгі дауыс шыққан бөлмеге қарай беттедім. Қызық құмар болып туған соң кіре сала дем салу үшін емес, бөлмені зерттей бастадым. Сүртілген әйнек, терезе алды шам, түсініксіз картиналар, қабырғаға тақалып тұрған дөңгелек үстел, үстінде қоңыр қамшы, дәптерге жазылған дұғалар және бойтұмар ретінде жасалған бір ши тұрды. Кіре берісте тұра беремісің, деді беремісің, әлде ішке қарай жылжимысың, деді. Күлімсіреп емші апай. Сәл бетіне түскен әжіміне қарап, елуге тайып қалғандығын аңғаруға болады. Айып етпеңіз, елдің жиһаздарына көз салу әдетке айналыпты деп сасқалақтадым да, ұялғанымнан баяулап қасына келіп жайғастым. Қане берші қолың деп мен жайлы еш сұрамастан қолымды алып тамырымды ұстады. Бет сүйегі шығыңқы, жағы солған, қоқыл тартқан реңінде мәңгі арылмас қайғының табы қалғандай. Бірақ соншалықты сұлу көздерім мені мүсіркеме, менімен бірге қайғырма, қайғыңның қара теніне бойлама, мені ұқ деп үзігетін секілді. Көзбе көз үндескенде, қарағым, қаның азайып, аураң нашарлап кетіпті. Одан бөлек елдің сұғы да бар. Көз, сөз, тіл тұрғанда қалайша жанарың сұқтанбасын, деп емші апай бір күрсініп, дөңгелек үстелінің қоңыр қамшысын алды. Орыстарда бұны Кашпировский сеанс дейді, ал менде Камшийский сеанс деп әзілдей түсті де, маған көзімді жұмуды өтінді. Бисмиллахиррахманиррахим. Аллаху ла илляха иллаллаху хайюл хайюм деп әл күрси сүресін оқып, маған қамшымен дем сала бастады. Денем түршіккеніммен бар бойымнан ыстық пен ауырлықтың біртіндеп тарай бастағанын сезіндім. Камшийский сеансын аяқтағаннан соң маған дұға жазылған дәптердің алғашқы 2 парағын жұлып беріп, осы сүрелерді үйге барған соң іштей қайталай бер деді. Артынша тұзды суға шомылып, денеңді қойдың майымен ысқыла деп кеңес берді. Дем салынғанмен ем дұғасы бойға сіңген жоқ. Сол себепте бағар әлі 2 күн бойы қаралуға келесің. Таңертең менен кел, әйтпесе 300 адамның соң кезекте тұрып қаласың, деді. Мен 5 минуттай кідіріп қалдым.
2 күн келерін білсем де бөлмеден аяқ басып шыққым келмеді. Кіре сала бөлмені зерттеген сәттен ойымда сан саққа жүгірген мың сұрақ тұрғанды. Ілулі картинкалар неге соншалықты түсініксіз? Бойтұмар, бір шидің құдіреті неде? Терезе алды жанып, шамның адам сырын сақтау мүмкін бе? Осы сұрақтардың жауабын алмайынша ауылға оралмаймын деп шештім. Ертең таң намазының уақыты кіргенде қарауылға келемін деп Емшапаймен бір-екі ауыз сөз алмасып, бөлмеден шығып кеттім. Күту бөлмесінде отырған апам орнынан атып тұрып, сұрақ қоюға асыққандай менімен бірге сыртқа шықты. Ал Қалқатай, баянда, қалай болды? Емші әйел не деді? Қандай ем түрін жүргізді? Шошынып қалған жоқпысың? Не жайында әңгімелестіңдер? Қандай сұрақтар қойды деп апам сұрақтың астынан алды. Ту апа, онсыз да не болғанның бәрін баяндар едім ғой, сонша сыбапты қаныңыз не? Деп сәл реніш білдіргеніндей аузы мұрнын түржитіп алдым. Жаяу жүріп келе жатып апама болған жайттың бәрін баяндай бастадым. 2 күн осы ауылда қалуларымызды еске түсіріп, кімнің үйіне барып ес қағамыз деген алда кішкене сес тұрды. Өзі ауылға қайту тым кеш. Кенеттен біз өтіп баратқан көшенің алыңнан балалармен допты таласып тарамасы ойнап жүрген таныс жанның дауысы шықты. Қайсысы бір жан екен деп жақындай түскенімде, бала кезден тауды бірге қоп барамыз деп армандасып жүрген жан құрбым екен. Мені көре салысымен маған қарай құшақ жая жүгіріп кеп, 2 жүзімнен бастап шекеме дейін аймалай сүйіп шықты. Мен де сағынышымды басар басқанша құшақтай таусылдым. Құдай берген қазынадай құрбым жазушы еді. Ол шымшитын қырым еті жоқ. Дүбірлі дүниеде мүлде бейхабар дей алмайсың. Саясаты сапырып кітап оқитын. Ақ сөмкесінде мұқабасы тозып, ақ жемделген бір кітап жүретін. Ақын жазушыларды құрмет тұтып, біздің ауылға келсе ғой солар деп армандайтын. Адамды сөзсіз ұғатын қасиеті де бар. Сондықтан болар, менің осы ауылда қалуымыз абзал болып тұр деген сөзіме сөзсіз қарамады. Менің құтты мейман жандарым деп қонағын құдайдай күткен әр қазақ секілді апам екеумізді 2 күн арасында баптап жіберді. Ұйықтар уақытқа таяу талғанда ата анасынан ерте айырылған құрбым кездеспей кеткен күннен бастап бар тағдырын баяндап берді. Сұм тағдыр десеңізші. Кірпіктеріне кіреукеленіп мұң тұнған көздің бейнесін көру ауырлық етті маған. Сол күні түнімен бітпейтін шексіз ойларға беріліп ұйықтай алмай аунап шықтым. Уақыт өтпестей көрініп, терезеден қара түнге қарап жатқанымда, аспан сары, қызыл түстерге боялып жатқанын байқадым. Таң намазының уақыты жақындады-ау, сірә деп жуынып, шайынып, бұл жолы дем салушының сеансына өзім аттандым. Құрбы үйінің күн шығарда ақ сәуле үйіне кірсін деп есігін ашып кеттім. Алғаш келген өзім шығарым деп ыржиып келе жатқанымда, емші үйдің алдынан 5 адамның кезекте тұрғанын көрдім. Көңілім күзгі күндей мұнарланып, күту бөлмесіне барып орындыққа жайғастым. Түні бойы миыма маза бермеген ойларым, тыныққандай демалып отырып қалып кеткенін байқамай да қалыппын. Көзімді ашсам кезекте күткен соңғы адам мені түрткілеп оятып жатыр екен. Ес жиыңқырап қоңыр қамшысымен бір ши бойтұмары бар бөлмеге аяқ бастым. Қалқатай, бүгінгі реңді кешегімен салыстыруға келмей қапты, алма жүзіңе бояу құйылғандай деп сағындырып келер күз секілді қоңыр көзіне мұң ғана сезуге болатын Емшапай маған қарай екі езуін жымитты. 2 күндік ем дұғаны қабылдап болғаннан соң, менен кейін бәрібір тірі жан көрінбейді ғой деп сұрақтарыма жауап алуға кірістім. Кеше сізге кіргенге жүрексініп едім. Бүгін айналасына сыйлы қарапайым абыз әулие екеніңізді байқадым. Көрші ауылда тұрғандықтан мұнда жиі келе бермеймін. Сізге енді қашан жоларымда бір Аллаға аян, тұла бойым аурудан айыққанымен көңілдегі мазасыз сұрақтарды өзіммен бірге алып кете алмаймын. Жазушылар одағына кірмексек те сыр сұхбатты жүргізетін жас журналистерше сауал қойсам қарсы емеспісіз деп ыңғайсана сөйледім. Қоя ғой, сұрағыңа жауаптарыңды ал, мазасыз ойлардан арыл деп дем салушы байсалды тіл қатты. Адам баласы жаңалыққа таң қаларлық ғажайып дүниелерге құмар ғой. Оның себебі біз адамзат қанша білімдіміз десек те, әлемдегі небір жаратылыс жүйесінің сырлары мен қырларын жете зерттеп түсіне алатын жағдайда әлі жеткен жоқпыз. Жете қоймаймыз да. Мұндайда көп сұрақ тудыратын біз болып отырған бөлмені көргенде қаламгер де ойланып толғанып талай сезімді бастан кешіретін еді. Дей бергенімде Емшапай дереу түсінгендей сөзімді жалғастырмастан: бөлмедегі өзіңе жат дүниелерді айтамысың? Қоңыр қамшыдан бастасаң, оның өзінде көрдің, дұға оқыдым. Суреттерді сұрасаң, ойымдағы бар бақсылықпен осы суреттер бабамнан қалғанды. Ал бойтұмар бір ши, оның тарихы бөлек. Мен таңнан таңға әңгіме айтамын, сосын тыңдағанды жақсы көремін деп тұспалдай сөйледім. Көптен көңіл сарайында сақталып қойын дәптер бетінде қапталған сырды өзіңмен алғаш бөлісейін онда деп емші әңгімесін бастады. Бұл жағдай осыдан 20 жыл астам уақыт бұрын болған.
18 жасымда бойыма емшілік қасиет дараланып, сырқат жандардың ауруынан дуа шипагерлік көрсетіп бастаған шағым еді. Менің осы уақытқа дейін жер басылып тіршілік етуіме алдымен Алла тағаланың мейірімі себепші қағидам осы. Тамылжыған тамыз айының іші болатын. 12 айдың сұлтаны Рамазан айының таңында тамаша ауамен демалып тұрған едім. Бір сәт талдың көлеңкесіндегі бұлыңғыр қара бейнеге көзім түсті. Не нәрсе екен деп жақындап қарасам, жетім балаша қол аяғын бауырына ала бүрісіп жатқан мас күнем екен. Үсті басы адам көргісіз қыр қожалақ. Ұзын болып өсіп кеткен шашы құйын ұрғандай дудырап, білтеленген кір басқан, аяғын әбден тозығы жеткен бәтеңкені шұлқысыз сұға салған, және өмір бақи шешпейтін болу керек. Бауы шеленген ауының өңірінің бірде-бір түймесі салынбаған. Ең сұмдығы сол жатқан жері жамбасау, астына жіберіп қойған сезбеген-ау. Көгеріп көзінің асты көлкілдеп кеткен, беті кісі танығысыз. Жаным ашып түрегеліп оятқанында әбден арақ өтіп, лайланған көзі кең ашылып жан-жағына жалтақтап, сосын маған қарап, тұла бойын қорқыныш па, әлде жан сыздатар жалғыздық па, өзі де біліп, сезе білмес өзгеше бір мұңлы хал тұтқындап, өзінен өзі жиіркенгендей меңірейе тұрып қалды. Аяп кетіп қолтықтап үйге әкелгенінде жұбайым, үйге қондыра алмаймыз, құтырып ес ақылымызды алып тынышымызды кетіреді, ыңғайсыз болады деп бізге де жақтырмады. Амалым таусылып, орда бұзар 30 жастан енді ғана аса берген Маскүнем ағайды 2 қадам аттасаң жақын және жалғыз тұратын класстас досымның үйіне тамыздың 2 аптасына дейін сенде жата тұрсыншы деп қалдырып кеттім. Жер жарықтықтың алып түндігі іспепті қара көк аспанның түбі тесіліп, самырсар жұлдыздар шыққан. Ауылдың кешкі қарбаласы сабасына түсіп, саябыр тауып, енді не істесең де деректеріңде дегендей тұншыққан күн басталғанды. Қимылдап, қыбырлап ұйықтай алмай, таңның тез көрініп қаладым. Ертесі күнзігі қарбалас тіршілік тырапай асып, іңірмен бірге іріп, таусылған тыныштық болса да, класстасымның үйіне бәрін тастап тыпырладым. Өлім мен өмірдің арада жатқан ағамды ем қабылдайтын бөлмеге әкелдім. Бұрынғыдай емес, ауылдың адамдары бұлдана есендесетіндей, бейне бір кісіге көргендей көздерінің астымен сүзе қарады. Көбір де тауса қойған жоқ. Адам болмайды демеңіздер. Емдеу парыз, абайлап сөйлеп, ойлап іс істеу лазым. Біреуге өлім тілемей, өзімізге өмір тілейік дедім де есікті тарс жаптым. Жуындырып, шайындырып алған соң, сұңғақ денелі, өткір көз қарасты, қырым мұрынды, кең маңдайлы, жылы шырайлы жан шыға келді. Ем жасар алдында қажет демдік шөптер теріп алып, қолдан сан түрлі дәрілер жасадым. Бар ниетім ағайды қалай болсан арақтан арылту еді. Дем салмас алдын өзімен өзі күбірлеп біреулермен тілдескендей көңіл күйде отырды. Арасында өткен күннің мән-маған сұрай қалып едім. Жай ғана тұрмыстық жағдайымыздың жөнді болмағанында әсер еткен шығар, кім білсін. Мен жас күнінде көп ауырдым деді. Уақыттың артқан ауыртпашылығына төзе алмай, тіршіліктің тоқтаусыз керуеніне ілесе алмаған ағайдың жүрегі бір күндік емнен кейін ашылып шыға келді. 6 айдан астам уақыт класстасының үйінде тұрды. Күн сайын тамағын әзірлеп, көрпелерін қағып тұрдым. 2-3 күннен бері қабағы ашылған. Күннің біріндегі қажетті ауқаттар таусылған соң 3 шақырым жердегі дүкенге беттегенім бар еді. Кері қарай қайтқанда Маскүнем ағайдың үйінде болмай шыққанына түпсіз терең ой 6 айдан алысқа жетеледі. Тек үсті жазу жазылған бір мұма қағазбен бойтұмар тұрды. Қағаз бетінде мен тағдырымды Құдайыма табыстадым, ал сенің тағдырыңды бойтұмарға деп жазу тұр екен. Тілім байладым, өкпем қысылып, қай алатаудың бөктеріне барып тығыларымды білмедім. Бұлай тіпті әке-шешемнің жаназасында да жас төкпеп ем. Алдымен кең әлемнің осыншалық тарылып, ауыр азапқа зарқылғанына өкпеледім. Сондан соң өзімді жек көре бастадым. Еш нәрсеге зауқсыз өмірге өкпелі болдым. Іштен тынып сары уайымға салына бастадым. Жым-жырт түннің ортасында дейін кіріп қайқаспай, әрі аунап, бері аунап ұйықтай алмайтынды әдетке шығардым. Мың өліп, мың тірілдім. Бар ойым, енді қайтып көрмеймін бе? Ішімдікке салынып, самдалып кетпедім екен. Алысқа ұзамаған шығар. Осы маңайда төңіректеп жүрген болар. Сансыз сұраққа бір жауап таба алмадым. Қыс өтті, көктем туды. Дала шөбі желкілдей өсіп, айнала көк кілемдей құлпырды. Күн салып қаша қарағаныммен батар күннің нұрына үміт болмады. Ол бүгін жоқ, келмейді деп класстасым жабырқаған жанымды одан әрмен күйзелтті. Ертеңгі күнім белгісіз, ертеңгі күнім тұманды болса да, Құдайымнан рахым күте бастадым. Таңнан таңға, айдан жылға өтті. Қара үзіп, қарадай бой, қардан із қалдырмай сол бойы ағай ауып кетті. Менің осыншама бауыр басып, ағайдың қайтып оралуын
күндүз түнү тилеуим әке шешемдин бауырларынан ерте айрылуум эди. Алдымен әке, ана, әпкем кетти. Содан соң Шымкенттен үлкен ағам көзге ғайып болды. Жерлеуге сүйегін де таба алмай қалдық. Жан сарайы азанда жауған қардай, таза тұманның суындай, мөлдір балиғатқа толмаған баладай, аңқау да адал жақсы мен жаманның, сұлулық пен сұмдықтың аражығын ажыратып, өмір екеш өмірдің өміршеңдігі мен өшпенділігінде санай зейіні бар еді. Тағдырдың осынша ауырлық еткені қара шаңырақ күйретіліп, жападан жалғыз өзім қалдым. Маскүнем ағайды туған ағамдай көріп, қимастық сезімге ұшырасқаным сол себепті еді. Айтып айтпай не керек, көрмедік, неге көнбедік деп Шапай өткен күннің тарихын бастан аяқ баяндап берді. Рахмет сізге. Қиынға соққан болса да таңғажайып оқиғаның куәсі болдым деп сұрақтарыма жауап алғаныма балаша қуанғанмен, бұл оқиғаға іштей ауырсындым. Ішім бұл жалғанда түрлі түсті тағдыр бар екен-ау деп күбірледі. Шапай үзбей 3 күн, 3 түн оқыды. Алғысым деп ақша ұсынған едім. Бұл қызметім үшін ақша алмаймын. Тек Құдайдың берген ерекше қабілет болған соң елге пайдам тисе екен деймін деп жауап қатты. Емшінің үйінде бәлкім соңғы күн болу керек еді деп есік алдын жаулап тұрған қош иісті гүлзарлар мен дәрілік шөптерге жақындап, мұндай шипагер бағымызға туған қадірін біліп қасиетін асырыңдар деп сыбырлап үн қатып кеттім. Қызыл қақпадан көшеге аяқ баса бергенімде соңғақ денелі, өткір көз қарасты, қыр мұрынды, кең маңдайлы, жылы шырайлы жан дәл қасымнан өте шықты. Елес шығар, мүмкін емес, сол өзі.